жылыжай салатын болсаңыздар, мынандай жаны боковой жанын осындайлармен ашылатындай қылып істеңіздер. Себебі оның ішіндегі ауа айналымын, микроклимат дейді ғой, сондайды дұрыс бағытта ұстап тұруға көмектеседі. Жылыжайдың ұзындығы 40 метр. Осы 40 метрге ашылатын қылып жасадым. Мына жерде мына көлеңке көтеріп кетпеу үшін әлі өзінің специальный арқандары тартылады. Оны қазір алып келдім. Кешке таман істейтін боламыз. Мынандай лебедкамен ашылады, оралып. Осындай лебедкамен кез келген положениеде ашсаңыз болады. Қаласаңыз 10 сантиметр ұзыннан ашсаңыз да болады. Қаласаңыз 1 метрден астам ашсаңыз болады. Сол кезде ауа айналымы жақсы болады. И төбесіне поручикасы бар, мынау. И арбаста да бар. Осылай жасаңыздар мүмкін болса. Мына осылайынан ұзынан ашылып тұрады. Енді мына жаға кішкене көтеріп кеткенде ойлауларыңыз мүмкін, бірақ олай емес. Жалпы мына жылыжайдың мына басы мен мына аяқ жағының басы 40 сантиметр уклон бар. Бері қарай су ағарып жасап отырық. Ертең ар жағына қосылған кезде сол конек арқылы су ағып кететін болады осы аяғына қарай. Ал астыңғы рейкісі мынау белмен тұрғаны гидроврумен салынған. Бір положениеде ашылады, түп түзу болып. Мінекей. Анау лебедканы бұрасаңыз бір келке ашылады. Қалаған размерде. Ләж болса жылыжай салып жатсаңыздар, осындай механизммен жасаңыздар.